Бетін күнге бұрған көлеңкені көрмейді. Келе жатқан бір таксидің алдынан көк көлік бірден тоқтап, жол апатына себепші бола жаздайды. Тежеуішті уақытында басып үлгерген шопыр көлікті басқа жаққа бұрып, жолдың екінші жағымен келе жатқан көлікпен соқтығыса жаздайды. Көк көлік иесі терезені ашып, шопырды жаман сөз айтып ұрсады. Шопыр болса, оған күлімдеп қана қол сілтеді. Айтылған боғауыз сөздерге ол еш ашуланбады. Оның сабырлылығына таңданып жолаушысы сұрайды: неге оған жауап қайтарудың орнына күлімдеп қана қойдыңыз? Оның кесірінен жол апаты бола жаздады ғой, дейді. Сонда шопыр: көптеген адам қоқыс артып алып жүреді. Қоқыстары ыза, жек көрушілік және реніш. Қоқыстары көбейіп кеткен кезде оларды бір жерге лақтыру керек болып тұрады. Сондықтан қоқыстарын кейде сенің үстіңе де лақтырып тастаулары мүмкін. Ешбір уақытта бұны жүрекке жақын қабылдама. Күлімде де олардың жақсылығын тілеп жолыңмен кете бер. Олардың қоқыстарын алып жұмысқа, үйге немесе басқа адамдарға апарушы болма, дейді. Өмірдің 10% оны қалай жұмсағаныңыздың, ал 90% оны қалай қабылдағаныңыздың нәтижесі болмақ.